Сәлем балар, сендермен қайттан химик Аблайхан. Және де бүгін біз өте қызықты тақырыпты қарастырамыз. Ол химиялық реакция бойынша есептеулер. Химия дегеніміз көп жағдайда заттардың түр өзгерісімен әртүрлі химиялық реакцияларды зерттейді. Бірақ та сонымен қатар ол әртүрлі есептеулерді жүргізуі мүмкін. Мінеки, бүгінгі сабақта біз сондай есептеулерді жүргізуді үйренеміз. Әрине, әзірше біз қарапайым есептеулер жасаймыз, бірақ уақыт өте келе қиын есептеулерді үйренеміз. Олай болса, химиялық реакция бойынша есептеулерді бастайық. Біздің тақырыбымыз айтып тұрғандай, бастау үшін бізге кем дегенде бір химиялық реакциямыз қажет болады. Олай болса, бір реакциямызды алайық. Көп жерде келетін реакциялардың бірі ол аммиактың синтезі. Аммиак синтезі кезінде біз азот және сутек деген газдарды қолданамыз. Реакция нәтижесінде реакцияның аты сияқты аммиак заты түзіледі. Аммиактың формуласы NH3. Байқап тұрған шығарсыздар, реакциямыз теңеспеген. Олай болса, теңестіру үшін коэффициенттерді қойып шығайық. Сонда, реакцияны жүргізу үшін бізге 1 молекула азот және де 3 молекула сутек қажет болады. Ал реакция нәтижесінде біз 2 молекула аммиакты аламыз. Ал енді реакция бойынша есептеулерді жасау үшін бізге алдымен бірнеше заттарды есептеп шығу қажет. Ол химияның негізгі стихиометриялық заңы деп аталынады. Ол заң бойынша реакциядағы барлық мольдер массаларды есептеп шығатын болсақ, олар бір-бірімен тығыз байланысқан болып келеді. Егер біз осындай сандарды стандарт реакцияға есептеп шығатын болсақ, келесі жолы басқа бір есеп берілетін болса, сол есептегі сандар мен стандарт сандарды бір-бірімен салыстыру арқылы оңай есепті шығаруға болады. Олай болса, стандарт сандардан бастайық. Алдымен молекула сандары. Жаңа ғана мен сіздерге айтып кеткен болатын. Молекулалар сандары ол біздің алдында тұрған коэффициенттеріміз. Нақтылап айтқан кезде бұл реакция үшін бізге 1 молекула азот, 3 молекула сутек және 2 молекула аммиак болады. Молекула сандары зат мөлшерімен тура сәйкес келеді. Сонда бізде реакцияны жүргізу үшін 1 моль азот, 3 моль сутегі және 2 моль аммиак қажет болады деген сөз. Келесі бір-бірімен тығыз байланысты болып келетін ол массалар. Массаларды анықтау үшін біз зат мөлшерін қолдансақ болады. Молярлық масса бойынша азоттың молярлық массасы Менделеев кестесіне қарайтын болсақ, 14, оны 2-ге көбейтеміз, нәтижесінде 28 аламыз. Массаны анықтау формуласын барлығымыз білеміз ғой. Нью көбейтілген молярлық масса. Кейбір жерлерде ньюдің орнына n берілуі мүмкін. Олай болса, азоттың молярлық массасы 28-ге тең, зат мөлшері 1-ге тең, сонда азоттың массасы 28 грамм болып шығады. Сутектің молярлық массасы 2-ге тең, бірақ та оның зат мөлшері 3-ге тең болыпты. Сонда 2-ні 3-ге көбейтетін болсақ, 6 грамм шығады. Ары қарай, аммиактың молярлық массасы 17-ге тең, зат мөлшері 2, бір-біріне көбейтетін болсақ, 34 деген масса шығады. Сонда бізде химиялық реакциямыз бойынша зат мөлшерлер қатынастары 1, 3 және 2, ал массалық қатынастары 28, 6 және 34. Есепті шығару үшін осы қатынастардың бірін қолданса болады. Егер дұрыстап қарайтын болсақ, онда зат мөлшерлері көп жағдайда осындай аз сандар болатын байқауға болады. Ал массалар көп жағдайда осындай үлкен сандары болады. Сол себепті де есептеу оңай болу үшін көп жағдайда біз зат мөлшеріне ауыстырамыз. Сонымен сіздерге осы қатынастар түсінікті деген ойдамын. Олай болса, нақты есептерімізге көшейік. Алдымен мысал ретінде барий хлориді мен күкірт қышқылының реакциясын қарастырайық.
Есептің берілгені былай болсын. 20,8 грамм барий хлоридіне артық мөлшерде күкірт қышқылын қосатын болсақ, нақтылап айтқан кезде H2S4. Онда пайда болатын тұнбаның массасын анықтаңыз. Реакциядан кейін пайда болатын тұнба біреу ғана, ол бізде барий S4. Олай болса, есебімізді шығару үшін реакцияны жазып жіберейік. Реакцияның басында бізде барий хлориді және H2S4 бар. Реакцияның нәтижесінде бізде барий S4 және H хлор деген заттар түзіледі. Реакцияны теңестіру үшін бізге тек қана H хлордың алдына 2 деген коэффициентті қоюымыз қажет. Осы кезде реакцияға дейінгі және кейінгі барлық топтар мен атомдар бір-біріне теңеседі. Жаңа сіздермен айтқан болатынбыз. Біз есепті шығару үшін немесе массалық қатынасты қолдансақ болады, немесе мольдік қатынасты қолдануымызға болады. Олай болса, екі әдісті де қолданып көрейік, ал сіздер қайсы оңай болатын өздеріңіз таңдау жасайсыздар. Мольдік қатынасты қолдану үшін алдымен бізге массаны мольге ауыстыруымыз қажет. Мольді нақтылап айтқан кезде зат мөлшерді анықтаудың формуласын барлығымыз білетін шығар. Формула бойынша біз массаны малярлық массаға бөлуіміз қажет. Масса бізде берілген 20,8 грамм. Ал малярлық массаны формулаға қарап анықтап аламыз. Менделеев кестесі бойынша барийдің массасы 137-ге тең, ал хлордың массасы 35-5-ге тең, бірақ та бізде 2 хлор болғандықтан 35-5-ті 2-ге көбейтеміз. Мінеки осылай 137-ге 71-ді қосу арқылы біз барий хлордың малярлық массасын анықтаймыз. Ол бізде 208-ге тең болады. Сонда бізде жауап 0,1 моль шығады. Енді реакция бойынша массаның және зат мөлшерінің қатынастарын табайық. Бізге барлық масса мен барлық зат мөлшерлер қажет емес. Себебі біз тек қана 2 затты қолданамыз. Ол есепте беріліп тұрған барий хлориді және есепте сұралып тұрған барий S4. Реакция бойынша барий хлоридінің алдында 1 моль тұр. Және де барий S4-тің алдында да 1 моль тұр. Сонда олардың мольдік қатынастары 1:1 деген сөз. Нақтылап айтқан кезде, барий хлоридінің зат мөлшері қаншаға тең болса, онда барий S4-тің де зат мөлшері соған тең болады деген сөз. Енді келесі массалық қатынастарды есептейік. Массалық қатынасты есептеу үшін біз малярлық массаны зат мөлшеріне көбейтуіміз қажет. Барий хлоридінің малярлық массасы 208-ге тең. Біз оны жаңа ғана есептеген болатынбыз. Ал реакция бойынша оның зат мөлшері 1 мольге тең. Олай болса, 208-ді 1-ге көбейтіп, 208 деген граммды аламыз. Енді барий сульфатының малярлық массасын есептейік. Барий сульфатының малярлық массасын есептеу үшін Менделеев кестесінен біз барийдің, күкірттің және оттектің атомдық массаларын қарауымыз қажет. Сонымен қатар оттектің атомдық массасын 4-ке көбейтуіміз керек. Себебі формулада O 4 деп көрсетілген. Егер де осы есептеулердің барлығын жүргізіп бір-біріне қосатын болсақ, онда барий S4-тің малярлық массасы 233-ке тең екенін байқаймыз. Ал реакция бойынша оның зат мөлшері 1 мольге тең болғандықтан 233-ті 1-ге көбейтеміз. Сонда 233 деген граммды аламыз. Мінеки, бізде моль бойынша және масса бойынша қатынастарымыз бар. Және де есептің басында берілген бізде барий хлоридінің массасы және оның зат мөлшері бар. Олай болса, қарапайым пропорция арқылы 2 санды анықтап көрейік. Бірінші пропорциямыз ол зат мөлшеріне қатысты болсын. Реакция бойынша 1 моль барий хлоридінен 1 моль барий сульфатын аламыз. Бірақ бізде 1 моль емес, 0,1 моль.
Сонда бұл жердегі x-іміз ол есеп бойынша барий сульфатының зат мөлшеріне тең болуы қажет. Біз есептеу жүргізсек болады, немесе логикалық қарасақ та болады. 1 мольдан 1 моль алынып жататын болса, онда 0,1 мольдан сәйкесінше 0,1 моль шығу қажет. Бірақ та соған қарамастан x-ті анықтау әдісін көрсетіп жіберейін. Бұл жерде x-ті анықтау үшін біз 0,1-ді 1-ге көбейтуіміз қажет. Кейін одан шыққан санды 1-ге бөлеміз. Сонда біздің барий сульфатының зат мөлшері 0,1 мольға тең болады. Бірақ есеп бойынша бізде барий сульфатының массасын сұрап жатыр. Олай болса, қарапайым формула арқылы 0,1 мольді оның молярлық массасына көбейту арқылы біз массаны анықтасақ болады. Барий сульфатының молярлық массасы жаңа ғана айтқан болатынбыз 233 грамм бөлінген мольге тең деп. Олай болса 233-ті 0,1-ге көбейте салу қажет. Сонда барий сульфатының массасы 23,3 граммға тең. Енді есепті толықтай түсіну үшін екінші әдісімізді қолданайық. Ол массалардың қатынасы. Реакция бойынша, егер мен 208 грамм барий хлоридін қолданатын болсам, реакция нәтижесінде 233 грамм барий сульфатын аламын. Бірақ біздің есеп бойынша 208 грамм емес, 20,8 грамм ғана. Енді біз барий сульфатының массасын анықтау үшін x-ті анықтауымыз қажет. Тура алдыңғы пропорция сияқты x-тің қасында тұрған санды оның үстінде тұрған санға көбейтіп, үшінші қалған санға бөлуіміз қажет. Сонда 20,8-ді 233-ке көбейтіп, оны 208-ге бөлген кезде біз 23,3 грамм дегенді аламыз. Байқадық қой, екі түрлі әдіспен шығарған кезде біз екі бірдей массаны алып жатырмыз. Олай болса біздің шығарған жолдарымыз дұрыс деген сөз. Мінекей балалар, бізде екі әдіс бар. Біреусі мольдік қатынас бойынша, екіншісі массалық қатынас бойынша. Әртүрлі оқушыларға әртүрлі әдістер сай келеді. Мысалға, маған ұнайтыны ол масса бойынша есептеу. Бәлкім сіздерге зат мөлшері бойынша есептеген әлдеқайда оңай болатын шығар. Екі әдісті де толықтай зерттеп, өзіңізге бір әдісті таңдап алыңыздар. Сонымен балалар, бүгінгі сабақ сіздерге толықтай түсінікті деген ойдамын, және болашақта әртүрлі химиялық реакциялар бойынша зат мөлшерін немесе массаны қолдану арқылы есептеулерді жүргізе аласыздар деген ойдамын. Олай болса, әдеттегідей сіздермен болған химик Абылайхан келесі сабақтарда көріскенше.